Үнэтэй танаас хош келдіңіздер. Және де бүгін біз сабағымызда indefinite pronouns, яғни белгісіздік есімдіктері туралы ағылшын тіліндегі өтетін боламыз. Және де сабақ басталмас бұрын біздің арнамызда белсенділік танытып кетіңіздер. Ал одан кейін өзіңізге барлығын жазып алып, арнайы дәптер бастаңыз. Және сабақты толық түсіну үшін міндетті түрде дауыспен тыңдағаныңыз абзал. Indefinite pronouns. Бұл жерде біз не туралы айта аламыз? Бізге indefinite pronouns'дар қайтадан екі түрге бөлінетінін түсіну керек. When using indefinite pronouns, the verb used should agree with a noun or pronoun it refers to. Біз белгісіздік есімдіктерін қолданылған кезде біз ол белгілі бір етістік біз қолданып тұрған есімдікпен міндетті түрде сәйкес келуі керек. Мысалы, anybody can make a difference in the world. Немесе somebody should take the lead on this project. Біреу бұл проектті өзі қолына алу қажет. For example, when using a singular indefinite pronoun, a singular verb should be used. Мысалы, егер де біз жекеше түрдегі қолдансақ, онда оған сай жекеше түрдегі тұрған зат есімі бар, немесе етістігі бар, сондай тіркес қолдану қажет. Немесе, one should always be kind. When using a plural indefinite pronoun, a plural verb should be used. For example, both of them should go. Және де біз көріп тұрамыз any, all, some, none, one, everybody, anybody. Және де H, either, neither барлығы ары қарай кете береді. Қазір осының барлығын мағыналарын бірге түсінетін боламыз. Біз алдымен олардың ерекшеліктерін түсініп алайық. Бірінші, ол мысалы біз білмейтін белгілі бір белгіленбеген нысандарды, адамдарды көпше немесе жекеше түрде қайсы түрі болмасын көрсетуіміз керек. Ол бір. Одан кейінгісі indicate the entire noun or some of the noun or none of the noun. Бүкіл зат есімді немесе зат есімнің кейбірлерін немесе зат есімнің біз еш қайсысын да атамаймыз. Мысалы жаңа барлық all, everywhere, every, немесе кейбіреуі some, немесе none деген секілді. Use it when we want to refer to group of nouns without actually specifying who or how much. Белгілі бір нәрсені қанша екенін нақты көрсетпей-ақ, белгілі бір заттар тобына сілтеме жасағымыз келген кезде қолданады екенбіз. Қолданылу аясы бізде түсінікті. Осындай түрлері бар дедік. Енді ең маңызды тұсына да келіп жеттік. Indefinite pronouns and adverbs. Бізде мына жерден бүкіліне қиысқанда бірінші, мысалы, everyone шығады. Every мен мұнда every тұр, мұнда one және body тұр. Біз бұл жерде екен бұлай қиылыстыра аламыз. Мына жерде барлығы бұлай, осындай ретілікте бір-бірімен барлығы байланысып тұр. Бұл өте тиімді кесте деп айта аламын. Және де әрқайсысын бірге түсіндіріп кетейін енді. Every indicates all of something or some group. Every деген ол all of something бірдеңенің кез келген нәрсесін немесе or some group. Онда кейбір нәрсе белгілі бір топтың немесе бір нәрсенің барлығын. Every, әрбір. Төбесіне мұны жазып қояйық. Әрбір. Tell everyone I said hi. Барлығына мен оларға сәлем дегенімді айт дейді. One деген әйтеуір бір жан, белгілі бір адам. Әрбір жаныға, әрбір адамға. Everybody else is here already. Әрбірі, әрқайсысы осында, уже. Уайымдамаңыздар деген секілді. Ал think ол заттарға қарай. Everything looks brighter after a good night's sleep. Әрбір нәрсе жақсы түнгі ұйқыдан кейін жарығырақ, әдемірек болып көрінеді. Where or occasionally place. Everywhere, every place. Негізі everywhere дұрысырақ. Humans can be found just about everywhere on earth. Адамдар жердің кез келген жерінде,
әрбір жерінде немесе табыла алады. Кез келген, негіз кез келген емес, әрбір жерінде көбінесе кез келген мына anyге байланысты. Any indicates a wide or infinite range of possibilities. It's also used in negative statements to mean the opposite. Бұл any сөзі көбінесе мүмкіндік кезінде қолданады. Яғни бұл жерде біз нені айта аламыз? Ол егерде белгілі бір негативті болымсыз сөйлемдерге қолданса, онда ол қарама-қарсы мәнде қолданылады. Anybody, anyone деген сөз, ол ешкім деген сөз. I don't think anyone interested. Немесе хотя бы бір адам келседі деп ойламаймын. Who's that knocking at the door? It could be anybody. I don't think anyone is interested. Қараңыздар, сонда бұл жерде it could be anybody, ол кез келген адам болуы мүмкін. Жаңа айтып өткендей, бұл кез келген болуы мүмкін. Егерде ол болымды сөйлемде қолданса, кез келген, егерде болымды сөйлемде, ал егерде болымсыз сөйлемде болса, ешкім. Thing refers to things. You can do anything you set your mind to деген сөзді көріп тұрмыз. Бұл сөзінде де өзінің белгілі бір мағынасы бар. Сіз өзіңіз ойлаған нәрсені жасай аласыз. You can do anything, кез келген нәрсе, кез келген. I've never visited anywhere like that. Мен ешқашанда бұндай қонаққа барған емеспін. I've never visited anywhere like that. Мен ешқашанда мындай бұл негатив, бұл жерде негатив statement болып тұр, сондықтан да ешқашан бұндай жерге бармадым. Бұл ешкім дегенмен келеді. Some дегеніміз ол normally indicates one person or thing. Ол кішкене бірнеше деген ғана мағынаны береді. Яғни I'm sure somebody will help us out. Мысалға, бізге әйтеуір біреу көмектесетініне сенімдімін. Әдетте бір адамды немесе ол бір нәрсені ғана білдіреді. Немесе someone told me you like to play chess. Біреу. Бұны біз біреу деп айта аламыз. Біреу. Ал мынау болса өшіп кетіпті. No, әрбір. Біреу. Someone told me you like to play chess. I get bored if I don't have something to do. Мен жасайтын ешқандай ісім болмағандықтан ішім пысып кетті. I want to find somewhere nice to go on vacation on vacation this summer деді. Мен осы жазда демалысқа баратын жақсы жер тапқым келеді. Әйтеуір бір жақсы жер. Бір. No indicates absence. Яғни оны біз ешқандай нәрсенің жоқтығын көрсетеді деп айтсақ болады. Nobody wants to go to the party anymore. Ешкім енді ешқандай да кешке барғысы келмейді. Немесе no one деп айтсақ болады. No one knows that the future may hold. Болашақта не болатынын ешкім білмейді. There is nothing better than a good meal. Бұл жерде одан басқа жақсы ештеңе жоқ. Ештеңе, еш нәрсе осының бәрі болған жатады. Және де my keys were nowhere to be found. Ол табылатындай, ол ешқандай жерде болған жоқ, мен кілттерін таппадық. Бұл жерде енді сізде бір сұрақ пайда болуы мүмкін. Қандай? Жаңа мен ешкім деп айтып кеттім, мұнда мынау да ешкім, мынау да ешкім, қайсысы енді ол қалай болды деп ойлайтын болсаңыз, мұнда I don't think anyone is interested. Мына өшіріп тастайықшы, иә. I don't think anyone is interested дегенде біз anyone негізі ол әрбір любой адам, кез келген, әрбір, кез келген дейік, кез келген адам I don't think anyone is interested. Бұл жерде кез келген адам қызыға береді деп ойламаймын десе, онда мен ешкім қызықпайды деп ойлаймын. Яғни тек қана мына don't дегеннің арқасында ғана біз ешкім дегенді қосалдық. Ал мынау nobody деген ол онсыз да ешкім деген мағынаны беріп тұр. Және де бұл nobody
wants to go деген мысалы nobody don't want to деп біз ешқалай айта алмаймыз. Себебі екі болымсыздық ол оны жасай алмайды емес, ешкім ешқашан оны жасайды деген секілді ол дұрыс емес. Екі болымсыз сөйлем бір жерде келуі мүмкін емес. Сондықтан да nobody ол онсыз да өзі соны білдіреді. Одан кейінгі бұл пронаунстарға көшейік. Мына айтып өткендерге айтайын деп едім ғой. Any дегеніміз жаңағы айтқандай біздің жақсылап түсіндірдік. Кез келген немесе ешқандай. Мысалы anyone, anything, кез келген нәрсе. Кез келген нәрсе деп айтарамыз. Немесе I don't have any money, I don't have any shoes. Менде ешқандай аяқ киім жоқ. Мысалға, do you have any questions? Сұрақтарыңыз бар ма? Осыны қолданамыз. All дегеннің барлығы all students pass as an exam. Бұл түсінікті. Ал some дегеніміз өзін ғана қолдансақ, бір шама кейбір оны алдыңғы сабақтарда айтқанбыз, бірақ та егер де someone дейтін болсақ, онда ол әйтеуір біреу, әйтеуір бір адам деген секілді. Ал none деген ешқайсысы. Аудармасы олға қарсыман. Ешқайсысы. I asked for help but none came. Бұл no one-ға келеді кішкене. Ал one деген біреу, түсінікті. I'll take this one мысалға. Everybody, everyone, біз оны түсіндірдік. Яғни әркім, әрбір адам, барлық адам дегенді білдіреді. Бірақ та кішкене дәл өзгеше. Everybody love music, everyone is ready. Немесе anybody, anyone, бұл кім болса да әйтеуір бір дегенге келсек болады. Немесе I didn't see anyone. Мен кімді болса да көріп тұрған жоқпын дегенді білдіреді. Ал each әрқайсысы, әрбірі. Each student must bring a book. Ал either бұл екеуінің біреуіне, мысалға you can choose either dress or shoes деген секілді. Екеуінің біреуі or мен бірге жүреді. Немесе you can choose either dress. Екеуін біреуін таңдауға болады, иә. Ал neither бұл екеуінің ешқайсысы дегенді білдіреді. Ал одан кейінгі everyone, anybody дегендер түсіндік қой. Мұның бәрін түсіндік. Содан кейін and anywhere, ешқайда, ешқайда, немесе бір жерге, әрбір контекстке байланысты болады. Ал both екеуі де few, біз оны алдында айтқанбыз. Few дегеніміз есімізге бір түсіріп кетейік. Few деген болса ол аз, жеткіліксіз. Ал a few аз, бірақ жеткілікті. Many дегеніміз көп, бірнеше, біраз. Others басқалары, several, бірнеше деген мағынаны білдіреді. Әдеттегідей сабақтың соңына қарай ключевой кілт моменттермен бөліскім келіп тұр. Қараңыздар, ондай мәселелер бар. Жаңа мен айттым, none дегенмен no one мен айырмашылығын қараңыздар. No one, no one бар, ал none бар. Екеуінің айырмашылығы не? No one деген тек адамға, ешбір адам деген білдіреді. Ал none деген ол ешбір нәрсе, ол адамға байланысты ғана айтылмайды. Мысалы, менде 3 қалам бар, ешқайсыда жұмыс жасамай тұрып болсақ, онда осы none-ды қолданамыз. Ал either мен neither-ді, мысалы, either деген екі зат бар, соның екеуі де деген сөз. Neither екеуі де емес. Мысалға, мынадай мысал келтіріп кетейін. Neither was good. Екеуі де жақсы болмады. I like neither болса, екеуі де ұнамады. Яғни бұл жерде екі нәрсенің ешқайсысы да емес екенін білдіреді. Бұл үнемі болымсыз мағынасы бар сөз. Сондықтан да оған not деген ешқандай сөздер жалғанбайды. Сонымен қатар either деген бар, ол екеуінің біреуін білдіреді. Екі нәрсенің біреуін таңдау бар, екеуінен біреуін алуға болады. You can take either болса, екеуінің біреуін ала бер. I don't like either. Екеуінің біреуі де ұнамады. Мұнда болымсыздық бар. Сондықтан да ол екеуі де ұнамады. Ал there are two options. You can choose either. Екі таңдау бар. Оның біреуін таңда. Ал бүгінгі сабағым өте одан күшті сабақ болды. 5 минут бойы одан көп болды. Және де соңына қарай тақырыпты бекіту үшін описаниедегі сілтемедегі тапсырмаларды орындаңыз. Және де егер тегін сабақтардың
үзілмегенін қаласаңыз, біздің арнамызды қолдап өтіңіз, пікіріңізді жазып, басқалармен бөлісіңіз, лайк басыңыз, және де сол бізге күш пен шабыт береді. Және де болашақта бізде elementary, pre-intermediate басқа да деңгейлердің болатынын ұмытпаңыз. Ал егер сіз мүмкін қазір intermediate деңгейінде шығарсыз, сізге upper intermediate керек шығар, олай болса оны да айтыңыз. Біз сіздерге дайын видеосабақтарды тегін түрде беруге дайынбыз, егер әлбетте белсенділік болатын болса. Және де сұрақтарыңыз болса жауап беруге дайынбыз. Және де соңына дейін жеткен сіздің мықтылығыңыз, армандарға сеніңіз, және де бір күні сіз әлемді еркін аралайтын боласыз. Онда сау болыңыз, сіздермен бірге болған 10 тест арнасы.